Wi-Fi-дың паролін қалай өзгертеміз? Wi-Fi-дың паролін өзгерту үшін бізге біріншіден Wi-Fi роутердің IP адресін білу керек. Оны қалай білеміз? Бірінші жолы ол сол өзіңіздің Wi-Fi роутеріңіздің астында жазылып тұрады. Екінші жолы мен сіздерге бұл сабақты Windows 8-де бір операциялық жүйесінде көрсетіп отырмын. Екінші жолы Wi-Fi-дың таңбасына мышканың оң жақ батырмасын басып, Центр управления сетями и общим доступомға сол жақ батырмасын басамыз. Беспроводная сетке кіреміз. Сведения. Міне сіздің Wi-Fi роутеріңіздің IP адресі шлюз по умолчанию IP 192.168.1.1. Осыны сіз өз компьютеріңіздегі браузерлердің біріне кіріп, адресный строкаға тересіз. 192.168.1.1 кіреміз. Юзернеймға ағылшынша кіші әріптермен админ деп жазасыз. Паспортқа да дәл солай ағылшынша кіші әріптермен админ деп жазасыз. Логинға басасыз. Интерфейс сетапқа кіреміз. Wirelessқа басамыз. Төменірек түсеміз. Енді қараңыз, сіздің Wi-Fi-іңіздің атауы мына CC-ID деген жерге жазылады. Енді қазір TP-Link деп тұр. Соны мен мысалға бұлай өзгертемін. Жау ғаш. Сіздің пароліңіз мені pre-shared key деген жерге жазылады. Парольді өзгертеміз. Мысалға мен Умир 1970 деймін. Енді осы операцияларды сақтау үшін сейфқа басамыз. Күтеміз. Бұл істеген операциямыз сақталғанын қалай білеміз? Оны білу үшін Wi-Fi-дың белгісіне қарасаңыз, түсі өзгереді. Мінекей. Wi-Fi-дың белгісі өзгерді. Сіздің Wi-Fi-іңіздің жаңа паролі дайын.